Сағынбаева Анар Пригород орта мектебінің 11 класс оқушысы, болашақ алтын белгіге үміткер. Бүгін біздің Алтыныя мектебімізде, Пригород орта мектебінде облыстық семинар өтіп жатыр. Осы семинардың басты тақырыбы смарт оқытудың тиімділігі. Бұл жөнінен ауылдық мектеп болсақ та, біз смарт оқытуды 100% қамтылып, 100% қолданып отырмыз. Бұл біріншіден оқушыларға тиімді, екінші өзімізге тиімді. Мектебіміз Өрлеу институтымен бірге жұмыс жасап, осындай оқуларды жүргізіп жатыр. Бүгін біз 11 класс оқушылары ашық сабақ өткізген болатынбыз смарт оқытудың тиімділігі жөнінен. Оң нәтиже берді деп есептейміз. Басқа мектептерге де осындай смарт оқыту жүйесін қолдануды кеңес береміз.